екінші жер жүзлік ұрыстан хәсрет шекпеген аймақ. Матам тұтпаған ауыл қалмады. Сол ұрысқа атланған сан мың ел азаматларына туған жердің топырағы бұйырмай, жат жерлерде мәңгіге көздерін жұмды. Халықтың басына қандай мүсібет түспесін, бәрібір өмір давам ете береді. Сол дәуірде Тақтакөпір районы орайындағы мектептің бірінші класына тұңғыш қадамдарын қойған 3 нәрестенің келешекте атақлы инсанлар болатынын кім біліпті? Солардың бірі Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен ілім қайраткері, филология ілімдері докторы, профессор Бауеттин Алламұратов. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикалары халық артисті, актер һәм режиссер Қуатбай Әбдірейімов. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикалары көркем өнер қайраткері, атақлы композитор Нәжмәддин Мұхаммеддинов. Бір кластан бұндай атақлы 3 тұлғаның шығуы кімді болса да таңландырады. Бауеттин Алламұратов Орта Азияда, соның ішінде Өзбекстанда біріншілерден болып экологиялық, ихтиопаразитологиялық ізленулерге тикар салып, мектеп жаратқан атақлы алым. Алым бұл табыстарға ерісу үшін тағдирдің соққыларына шыдап, қиыншылықтарды жеңіп өтуіне тура келді. Жаслайынан ата-анасынан айырылған нәрестенің камалға келуі өз-өзінен болмайтынлығы һәммеге мәлім. Ілімге деген ықласы барлық қиыншылықтардан бәлент болып, ілімнің шыңына жетеледі. Бауеттин Алламұратов іліми жұмыстарменен біргелікте Әжнияз атындағы педагогикалық институтта шәкіртлерге ілім сырларын үйретіп, еліміз келешегін таярлауды мақсат етіп қойған. Ілімпаз болу үшін шексіз сабыр тақат, ілгір зейін, батыл қадем, тынымсыз минетті талап етеді. Алым тынымсыз минетінің арқасында келешекте ілімге қызығушылар үшін бірнеше методикалық кітаплар, монографиялар, іліми мақалаларды өретуді ұстазлық уазипам деп білді. Бауеттин Алламұратовтың дөреткен көплеген іліми минетлерін оқу орындарында методикалық қолданба сипатында пайдаланып жатыр. Алым бірнеше шәкіртлерді тәрбиелады. Қызы Гаухар Алламұратова әке жолын қуып, биология ілімлері кандидаты, доцент дәрежесіне ерісті. Елімізде балықшылық тарауының рауажлануы үшін істеген іліми жұмыслары алымды Орта Азияда біріншілер қатарына көтерді. Алым көп жылдар давамында Әмудария, Сырдария су хәуіздерінде төменгі, орта, жоғарғы тау алды, тау үсті, Тяншан, Памир таулары ағымларының ихтиопаразитлерін үйреніп, бағалап, көплеген материал жинағанның өзі Орта Азияда үлкен алым екенлігінің дәлелі. Қоңсылас уәлаятта 3000 гектар жерде елеп тұрған Хорезм балық жауапкершілігі шекленген жәмиеті басшылары Бауеттин Алламұратовты тез-тез шақырып, пайдалы мәслихатлерін алып тұрады.
Balıqların qırılıb qalуында ұшырасып тұратығын keseliklerinin aldın aluda, alımның ilmi təcrübeleri qol kelüvi nəticə vermekte. Sonluqdan da, бұл жерде балықшылықты ravajlandırуда үлкен табыстарға ерісіп кетір. Бәуетдин Алламұратовтың еліміз ілімінің раважлануына қосқан салмақлы үлесін есапқа алып, Қарақалпақстанға минеті сіңген ілім қайраткері атағы берілді. Қожелдегі мехрибанлық үйі тәрбияланушылары менен ұшырасып, келешекте әр бірінің ел перзенті болу үшін ақыл насихатларын беріп тұрады. Тап сізлердей болып, менен бір уақытта детдомда тәрбияландым. О уақыттағы детдомлардың ахуалы қиын еді. Себебі ол детдомлар ұрыс дәуіріне тура келді. Ұрыстан кейінгі қиын дәуірлерге тура келді. Детдомда жатқан балалардың ахуалы жақсы емес еді. Себебі киім кеншек жетіспейді, аяқ киім жетіспейді. Екі сменада оқитын балалар болса, аяқ киімді азанғы балалар киіп кетіп, түсті олар келемен дегенше күтіп отыратын еді. Қазір Өзбекстан мұстақылықты алғаннан кейін әр тараплама раважданып, соның ішінде ата-анасыз қалған балаларды тәрбиелауда үлкен кеуіл бөлді. Соның нәтижесінде сіздердің ахуалымыз жақсы болыпты. Қазір ауқат мәселесі сіздерде жүда жақсы болған. Жатақ жайларыңыз 2 адамнан 3 адамнан жататұғын телевизор қойылған, кітап, құружоқлар барлығы бар. Өнер үйремені дегенге мүмкіншіліктер бар. Кейінгі уақытларында президентіміз кексе азаматлар үшін, жастар үшін жүда кеуіл бөліп атырыпты. Бұл маған ұнайды. Өзбекстанда жастар үшін мүмкіншілік тудырылды. Сендер сондан пайдаланып, жақсы оқып, келешекте ел азаматы болып жетісуіңіз керек. Міне біздің тілегіміз сендер үшін мүмкіншіліктерден пайдаланып, міне сіздердің ішіңізде отырған шығар. Келешектің мемлекет басшылары, ілімпазлар, оқытушылар, елдің хақиқи келешегін құратығын жастар отырған шығарсыз. Соның үшінде менің тілегім, осындай мүмкіншіліктерден пайдаланып, келешекте Өзбекстанның, Қарақалпақстанның хақиқи азаматлары болып, елдің абырайын дүниеге көтергенсіздер. Халқымызға танылған театр режиссері, актері, белгілі киноактер Қуатбай Абдіреимов Мойнақ қаласында туылды. 4 жасқа шыққанда әкесінің жұмысына байланыслы Тақтакөпірге көшіп, сол жерде камалға келді. Ол Қарақалпақ мемлекеттік музыкалы драма театрында режиссер сыпатында классикалық шығармаларды сахналастырып, театр репертуарын байытты. Режиссер сыпатында оға да талапшаң еді. Жаңағы эпизод қой, Марияш, Алеш. Жаңағы эпизод. Соның бір басын алын ғана көрейік. Yaxşı.
Стоп. Алёш, Марияш, мына абансына жақындар келші. Абансына жақындар Ау, апа, қалай аман отырсыздар ма? Ағамның денсаулығы yaxşı болады, yaxşı. Кеште әмбе келін. Ауқаттасып отырамын. Тұртынды қой. Менен басқа ешкім өтпей ме? Я. Қыз! Қыз! Бұл саған барлық хаяллардың атынан. Үпілас! Клементина? Yaşa Gerastrat, aman bola! Aldığına Efes malikasının özleri gelip de, onun həzili buyurup da. Həzil tausıldı Gerastrat. Енді сенің менен сөйлесе тұғын қатым жоқ. Не үшін? Саған менің бір жерім шақпай қалды ма? Құллардың да патшадай болғысы келеді. Бірақ олар бәрібір Яйжама, мені қалай тауып келдің? Ал мен кәдімгі тауыспай тұрып сіз кетіп қалдыңыз. Сонан кейін ізіңізден таксименен қуып келдім. Яшулла, менде әзір спектакль. Жүда асығысмын. Я оны білемен ғой. Қызларым. Болды. Не білемін? Намашам шымшығында жұғырласып кеттіңдер ғой. Мә. Қалғандарын шығайынды, ертең келестер. Адамдарды сөйлестірмейсіздер әмті көп. Бола қойың. Ау, шығын. Енді қарағым, менің жұмысым біткер. Университеттің ең үлкеніне барып бір ауыз айт. Оның лажы болар Яшулла. Әзір менің барып бір ойын көр. Әмәйлі. Қуатбай екеуміздің достығы Қазақстан мен Қарақалпақ арасын біріктірді, таянытта әр уақытта. Қуатбаймен сонау 60-шы жылдар таныстық кинода. Содан кейінгі соңғы жылына шейін достастық. Қарақалпақта мен бірнеше рет болдым. Қуатбай Алматыда киноға түсті, Шәкеннің Қарамағанда болды, Мәжит Бегалиннің киносына түсті. Шәкен де Мәжитті Қуатбайды жақсы көруші еді. Қуатбай арқылы Қарақалпақ халқын жақсы көрдік. Қуатбай менің түсірген фильмдерімде Шоқанда, Қозы көрпеште болды, көмектесті.
Kuatbay benim can dostum. Sağınam her vakta. Ayak astından ketip kaldı. Osunda kelim dep turgan habar bergen. Men köttüm. Qaraqalpaq kaldım mene men birgemin. Bir ökünüşsü Kuatbay'dın özü жоқ. Bu ökünüşler idi. Қанаты су болған сүйіліндей мысал, жас өтті шарықлап, ұшалмас қиял. Қабіріңнің басында бір жақсы аял, жылап қалмаған соң, өлген болды ма? Жергілікті халқымыздан шыққан бірінші қанегелі композитор, Қарақалпақ қосықшыларының ұстазы, бірінші Қарақалпақ операсы, балеті һәм гимнінің авторы Нәжмәттин Мұхаммеддиновты еліміз мақтанышы десек арзиды. Ықлас қалас дейді дана халқымыз. Егер инсан хақ көкірегі менен ықлас етсе, алдына қойған мақсатына еріспей қоймайды. Оның үшін адамда мақсат, талпыну, сауат һәм талант болуы лазым. Алтын пышақ қында жатпас дегендей, қобыз бенен дутардан бастанған Қарақалпақ сазларын бүгінгі күні симфониялық оркестр дәрежесіне жеткерді. Бірінші Қарақалпақ операсын дөретуді көптен ниет еткен композитор, халқымыздың атақлық шайыры, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекстан қаһарманы Ибраим Юсупов бенен бірге істесіп, Әжняз операсын Қарақалпақ сахнасында 1987 жылы халқымызға ұсынды. Жылқысындай бір шалт етіп келдің бе? О, сен арман алыстағы жанған жылытпай-ақ бір шалт етіп сөндің бе? Нәжмәттин Мұхаммединовтың милли қосықларын атқару бір жағынан аңсат, екінші жағынан жүдә қиын. Себебі оның дөреткен қосықлары Қарақалпақтың майда ырғақларына оғада бай болады. Сондықтан сол ырғақларды жеріне жеткізіп айту әркімнің қолынан келе бермейді. Аңсат дегеніміздің себебі сол ырғақларды ұсағынан қиқымна шекем қалдырмай өзі айтып үйретеді. Жиделі байсында жайлаған ермен, дұшпаннан қорқпайман кетсе де келер. Қолдаулы қоңырат Қытай қапшақтап, біріктіріп елді аман етеді. Олар өмірден татуға бар, жеңілмес жауынан батыр боламан. Тамаша той қылып сейіл беріңдер, қалқан ошын өлімге де ұрзаман. Көп атақлы қосықшыларымыз
Мухаммединовтың айтқан ырғақларының 70%-ын айталсақ, шыңға шықтық деп есаплайды. Атақлы композитор Нажиматтин Мухаммединов өзінің таусылмас таланты менен ауылдастарының ғана емес, ал бүткіл республика халқының сүйікті перзенті һәм мақтанышы.